Biz Sarıagaç audаны Зортөбе ауылына келудегі мақсатымыз. Assalomu alaykum avuldaşlar, bauırlar. Mınau Nurmat ata mazaratına kelip turmuz. Bu Nurmat ata mazaratının көркөйүүнү ауылымыздың азаматтары үлес қосып, Құда қаласа осы жағдайға келуіне үлес қосты. Алла разы болсын олардан. Түбінде бәріміздің баратын қара жер. Ал оған дейін біз сауап іс жасап қалуымыз керек. Мына мешітіміздің орнында ескі мешіт болатын. Сол мешітіміз жарамсыз болғандықтан орнына бұзып, осы мешітті бастауға бел будық. Аллаға тәуекел еттік. Сол кезде біздің қалтамызда бар жоғы 60 мың теңге болатын. Көріп тұрғандарыңыздай құрылысымыз жалғасуда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсылыққа, сауапқа жарысыңдар деген. Құда қаласа нағыз жарысатын кез келді. Сауаптан құр қалмаңыздар. Және де пайғамбардың өсиеті бар. Адам өлгеннен кейін 3 нәрсе артынан үзілмей барып тұрады. Соның бірі садақа жария деді. Яғни садақа жария дегеніміз ауылда осындай мешіт, медресе, жол, көпір, осындай құрылыстарға өз үлесін қосатын болса, соның сауабы ертең қияметке шейін үзілмей барып тұратын садақа болып есептеледі. Сол үшін құрметті ауылдастар, отандастар, сауаптан құр қалмастан Құда қаласа мына құрылысымызға өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Алла разы болсын барлықтарыңыздан. Сахаба Али радиаллаху анхудан жеткен бір сөз бар. Берген садақам аз демеңіз, бермегеніңіз қаншама. Мешітті халық соғады. Сол халықтың ішінде сіз де болуыңыз мүмкін. Берген садақаларыңызды Алла қабыл етсін.